Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және сіздердің сұрауларыңыз бойынша бүгін юрист маманымен, яғни заңгер маманымен сұхбат жасайтын боламыз. Бұл мамандықтың болашағы қандай, қаншалықты жұмыс табу қиын, жалақысы, оқуға түсу деген секілді сұрақтардың барлығына жауап беретін боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Кеттік! Сонымен достар, бүгінгі біздің видеомызға пайдалы ақпарат беретін, бізбен сұхбат өткізетін юрист, яғни заңгер Марғұлан мырза. Танысқанымызға қуаныштымыз. Және де Марғұлан мырза, енді өзіңізді кішігірім таныстырып кетсеңіз. Так, менің есімім Марғұлан, өзіңіз айтқандай. Фамилиям Шыныбаев, отчеством Мұхтарханович. Заң маманымын. 2009-да университет бітірдік. Казгюа, Туран университет магистратурасын бітірдік 2012-де. Жалпы тәжірибем 10 жылдан асып кетті. Шыныбаев и партнер заң компаниясының директорымын. Қазір сол компания ішінде тұрмыз біз. Жалпы 10 жылдан астам тәжірибеміз бар. Осы қазір біздің юристердің жұмыс істейтін орны. Мынау тақтай. Бұл тақтайда бізге жалпы заң бойынша, бір іс бойынша сұрақтар болған кезде бәріміз сызып, осы схеманы, стратегияны жалпы көшіресіз. Түсіндік. Біз офисындамыз, негізі офисте бірнеше кабинеттер бар, және де бірнеше маман иелер жұмыс жасайды, сіздерде. Қазіргі таңда қанша маман? Қазіргі таңда заңгердің өзінде де бірнешеге бөлінеді. Яғни адвокаттар қылмыстық әкімшілік іске қатысады, ал заңгерлер ол бізде азаматтық іске қатысады. Азаматтың ішінде бөліп қойғанбыз біз. Яғни біреулері отбасылық құқықтарға қатысса, екіншілері жер дауына, үшіншісі корпоративтік даулар дейді, компаниялар бір-бірімен неметкен кезде бөліп қойғанбыз бірнеше маман. Енді мындай сұрақ болып тұр, жалпы заңгердің міндеті қандай және де не жұмыс жасайды? Жалпы обобщенно бізге айтып берсеңіз. Былай айтайын, заңгердің ең бастапқы міндеті халыққа көмектесу. Біз врачтар сияқтымыз. Сол сияқты біз адам халыққа көмектесу, консультация, кеңес беру және адамның жалпы болған проблемасын шешу. Негізі оқушылар осы юрист мамандығына өте қатты қызығып жатады бізде, заңгер мамандығына. И өте жиі сұралатын сұрақтардың бірі, адамның бойында қандай қабілет болу керек осы мамандықты, жалпы осы мамандықта жұмыс жасау үшін? Ең бірінші логика. Яғни, егер логикаң жоқ болса, сен жақсы бір білімді, жақсы маман болып шыға алмайсың заңгер ретінде. Кейбір адамдар болады, атқарушы істі атқарады. Яғни, тек қана берген тапсырманы орындау деңгейі, тек қана орындаушы ретінде. Бұл жерде орындаушы ретінде емес, логика жақсы жұмыс істейтін болса, кез келген істі алып кетеді. Ең бастысы логика болса, арқаны негізі біз кинолардан көріп жатамыз, заңгерлерді бір осында тек қана офиста отыратын немесе үнемі сөйлеп жүретін адам ретінде. Ал процесс кезінде олар қалай жұмыс жасайды? Үнемі офиста отырып жұмыс жасай ма, или іс-қимылдың адамдар ма? Мен сізге бір нәрсені айтайын. Юристің, заңгердің жұмысының 20%, 30% күтумен өтеді. Сондай ма? Отырады да күтеді. Не үшін? Сотты күтеді, документті күтеді, клиенттің әкелген құжаттарын күтеді. Жалпы 20% күтумен өтеді заңгердің. Өйткені тез біз істеп қоямыз да, документті күтеміз, мынаны жетеміз. Мысалы, сотқа дейінгі дайындық. Сотта ең бастысы, сотта қатысу сөйлеу емес, бәрі ойлайтындай. Сотта ең бастысы дайындық. Сотқа дейін қалай дайындалдың, сотты солай өткізесің. 10 жерден сен оратор бол, 10 жерден сен мынандай бір жақсы сөйле, бірақ дәлелдемең жоқ болса, оның бәрі құрыс сөз. Сондықтан біздің көп заңгерлердің қателігі сотқа дайындалмай баруы. Яғни архитектурадан запрос жасап алу, тағы бір жерде управление земельных отношений, там одноротаннан, басқадан, нотариустан бәрі құжаттар дайындап әкелдің, сақадай сайсың. Қандай сұрақ қойса да біз дайынбыз. Енді барасың, бірақ сен бүткіл құжаттарыңның 50%-ын ғана сотқа саласына қалған қойып қоясың қасында. Не үшін? Өйткені ар жақта бірден кеткен кезде алып шығасың, міне екінші дәлелдеме, міне үшінші дәлелдеме қалып болу үшін. Сол үшін контраргумент болу үшін бірінші дайындалу керек. Дайындық қалай болса, сотты солай өткізесің.
Негізі мен осы сізбен сұхбат өткізердің алдында юрист, жалпы заңгер деген секілді арнайы видеороликтер көрген болатын. Сол кезде юристтердің айтуы бойынша үнемі проблема басымызда жүреді, яғни жеке өмір жайына қалады, тек қана жұмысты ойлай береміз деген нәрсе бар. Мен оны келіспеймін. Не үшін? Мен өйткені бір жұмысымда біз кайдзен енгізгенбіз. Бізде кайдзен бар. Кайдзен бар болғанда кайдзен бар деп өте үлкен сөз, бірақ кайдзеннің бір кішкентай технологиясын қолданамыз. Яғни Trello деген кәдімгі программа бар, тегін. Білеміз. Сол Trello программасын біз жазып қойғанбыз. Әр істе не істейтінімізді, қалай істейтінімізді күнбе-күн бәрі жазылып тұр. Кішкентай CRM десе болады. Кішігірім CRM. Сол кішігірім CRM-мен біз бүткіл істер сол жерде. Біздің заңгерлеріміз демалған кезде ми ашымайды. Не үшін? Ол мына жерден шықты офис деланы ұмытады. Өйткені миында тұрған жоқ, іс программада тұр. Сондықтан заңгерлер басымыз немететіндер, олар өзінің ойларын жүйелестірмеген. Ал жүйелестіріп қойса, ол проблема жоқ. Қайта заңгердің өмірі өте қызық. Неше түрлі проблеманың арасында жүресің, неше түрлі адамдарды көресің мысалға да. Соның арқасында өзіңде үлкен тәжірибе аласың. Сондықтан заңгердің өмірі өте қызық. Неше түрлі жағдайлар болады. Достар, енді осы мамандыққа қатысты өте жиі қойылатын сұрақтардың бірі, бұл мамандыққа грантқа қалай түсуге болады, қаншалықты балл жинау керек деген секілді сұрақ. Енді жауап берейік. Бұл мамандықтың коды 5B030-100 болып табылады, және де өткен жылы грантқа түскен түлектердің ең минимумы, яғни 2020 жылы 108 баллды құраған болатын. Сол үшін бұл мамандыққа түскілеріңіз келсе, 110-нан жоғары баллды алуға тырысу керек. Себебі айтқандай әр жыл сайын гранттың баллы 3 балға, 5 балға өзгеріп тұрады, ол қосылады немесе төмендейді. Сол үшін егер де бұл мамандықты таңдасаңыздар, барынша жоғары балл жинауға тырысу керек. Қазіргі таңда негізі 2018 жылғы статистикаға қарасақ та 84 мың жас түлек, яғни университетті бітірген түлек жұмыссыз екен. Және де осы негізі жұмыссыздықтың ішіндегі көбісі юрист және де бухгалтер мамандықтары. Соған байланысты қазіргі таңда егер де осы мамандықта оқысақ, қаншалықты біз жұмыс таба аламыз, және де конкуренция қаншалықты қиын. Сол бойынша өзіңіздің ойыңыз. Конкуренция өте мықты. Сосын кейін мынандай нәрсе ғой, егер заңгер болсаң, танысың, көкең жоқ болса, онда дайын бол 2 жыл бесплатно жұмыс істеуге. Сонда бастапқы 2 жыл ешқандай айлықсыз, просто опыт үшін ба? Опыт үшін жүруім керек. Мысалы мен өзім 2 жыл айлықсыз жүрдім. Тек жаңағыдай адвокаттың қасында үйрену үшін жүрдім. Ол маған 50-50 жұмыс істейтінбіз істермен. Бірақ бір деланы алып 1 жыл жүруім мүмкін. 50-ақ мың теңге түседі. Бір деланы алып 4 ай жүруім мүмкін. 100-ақ мың теңге түседі мысалы. Бітті. Қалған енді ол не демайсың. Сондықтан сондай істер бар, сондай істер болады. Сондықтан заңгер енді бітіргеннен кейін көкең дәкең жоқ болатын болса, жай қарапайым таксистің ұлы, мен сияқты, мен әкем таксист. Таксистің ұлы болатын болсаң, қарапайым адамдікі болатын болсаң, заңгерді оқыдың ба, дайын бол. 2 жыл бойы, или 1 жыл бойы жоқ дегенде тегін жұмыс істеуге. Негізі шынымен деп қалай болғанда да бұл мамандықтың иелері жұмыссыз болып жатқаны рас қой, негізі? Жұмыссыз болып жатқаны рас. Не үшін? Себебі тұрақтылық жоқ, логика қатты дамымаған болуы мүмкін. Условия. Үйленіп кетсе, бала шағасы болса, біз тегіннен тегін жұмыс істемейді ғой. Мен мысалы бойдақ болдым, маған жеңіл болды. Сондықтан әке-шешесінің қамтуы. Егер әке-шешесінің қамтуында болмаса, өз-өзін ақша табу керек болса, ол заңгерді жаңағыдай. Егер әке-шешесі қамтып тұрса баланы, содан кейін әке-шешесінің көмегі болса, ол 2 жыл, 1 жыл жұмыс істей алады тегіннен тегін. Ары қарай алып кете алады. Ал мынандай кәдімгі адамдарға, кәдімгі әке-шешесі жоқ болса, көмектеспейтін болса, оларға заңгер бұл өте қиын болады. Мысалға, қазір менің Дидар деген көмекшім бар. Ол тегін жұмыс істеп жатыр. Магистратура бітірген. Сонда сіз мысалы даже жұмысқа алғанның өзінде де біріншіден бакалаврды бітіруге, қосымша магистратураны бітіруге керек. Міндетті емес. Бакалавр бітірсе бола береді. Мысалы оған қазір бір делалар беріп жатыр, ақырын-ақырын жұмыс істеп жатыр. Егер ары алып кететін болса, мен оны жұмысқа қабылдаймын. Келісім сондай болады. Түсінікті. Енді тағы да бір сұрақ. Жалпы осы заңгер мамандығын оқыған кезде университетте қандай бағыттарды, қандай пәндерде оқытамыз? Жалпы қандай бағыттарды өздеріңіз оқыдыңыздар, сол бойынша айтып кетсеңіз бізге? Ең бірінші бізде ТГПО, теория государственного права деген болады. Жаңағыдай жалпы теорияны өтесіздер. Мемлекет деген не, құқық деген не,
адамның құқықтары, құқық қайда пайда болды, романа германдық, англосаксондық, соның бәрін оқисыздар. Жалпылым бірінші, екінші курс, үшінші, төртінші курс мамандықпен басталады. Әрине, мамандықтан егер сіз таңдасаңыз, мен тергеуші боламын десеңіз, онда қылмыстық жағын көбірек зерттесеңіз болады. Жоқ, мен азаматтық істер бойынша заңгер боламын десең, азаматтық жаңағыдай кодекс үйрететін мамандық болады. Азаматтық іс жүргізу кодекс үйрететін мамандық, соны тереңірек үйренсеңіз болады. Енді қараңызшы, ол негізі 3-4 курста уже нақты бір по специальности кетеді ғой, иә? То есть адвокат болсын, юрист болсын, ол прокурор болсын. Жаңа бір сұрақ болды бізде, юристке, адвокатқа қосымша тағы да 1 жыл оқу керек деген. Иә, ол мысалы адвокат болу үшін лицензия алу керек. Лицензия алу үшін тәжірибеден өту керек, стажировкадан өту керек адвокаттық алқасында. Адвокаттар алқасында 1 жыл тәжірибе аласыздар, содан кейін экзамен тапсырады, экзаменнен кейін лицензия беріледі. Енді мынандай сұрақ бар. Осы юрист мамандығын колледжден кейін де оқытады. Жалпы бакалаврда, яғни 11-ші сыныптан кейін де енді тапсырып та оқытады. Разница бар ма жұмыс процесі кезінде, жұмысқа тұрған кезде ол диплом ойнай ма? Рөл ойнамайды. Қызыл диплом, көк диплом сіздің немеңіз болады. Ең басты нәрсе жұмысқа алған кезде мен мысалы талапқа қараймын. Дидар ештеңке білмейді. Оның білімі маған қажет болған жоқ. Оның адамгершілігі маған қажет болған жоқ. Маған ең бір талабы қажет болды. Яғни оның талабы бар ма, ниеті жалпы бар ма заңгер болу. Соны мен білдім. Сен айттың, ниетің бар ма заңгер болу? Тегін жұмыс істеуге дайынсың ба деп сұрап алдым. Ол тегін жұмыс істеуге дайынмын, ниетім бар. Мен бәрін тастаймын, мен заңгер боламын деді. Онда келді. Онда біз жұмыс істейміз деді. Енді айтып жатырық, мысалы бастапқыда тегін, бірақ одан кейін бірнеше жылдан кейін заңгерлер орташа есеппен қанша жалақы алады? Бастапқы 2-3 жылдықта, одан кейін 4-5 жылдықта тәжірибесіне қарай 250 мыңнан жоғары. Негізі 250 мыңнан жоғары. Бірақ оған дейін қаншама жылдық тәжірибе керек, ол деңгейге дейін жету үшін? Ол жету үшін тәжірибе керек. Окей, түсіндік. Жұмыскер жайдан жай бересіңайды ақшаны. Түсіндік. Ендігі сұрақ, жаңа біз адвокат дедік, заңгер, прокурор дедік, соның әрқайсының іс-әрекетінің міндеттерін айтып шықсаңыз бізге. Енді міндеттерін айтып жатқан болсақ, прокурор қадағалаушы орган қадағалайды. Адвокат қорғайды. Заңгер азаматтық іспен қорғайды. Адвокат айтпақшы қылмыстық әкімшілік істерді. Ал заңгер тек азаматтық істерді, иә? Сонымен қатар заңгер көп мамандықты болады. Әділет министрлігінде істей алады, Финполицияда істей алады, ЦОНда да істей алады. Ол ГАИ-ге де орналаса алады. Яғни заңгерлік маған өте көп профильді, сондықтан көп мамандықты жұмыс істей алады. Түсінікті. Енді осы заңгер мамандығын оқытатын Қазақстандағы бір топ 3 бір университетті айта аласыз ба бізге? Казгюа, Казгу. Енді үшінші сол қайнар әділет екеуінің біреуі таласпалы. Негізі мықты осы жақсы оқытатын осы университеттер ғой бізде, иә? Иә, мықты оқытатын университет айта аламын. Және соңғы сұрақтарымыздың бірі, енді бұл маман иелері қай жерлерде жұмыс жасай алады және де қалай жұмыс жасай алады деген сұрақ болып тұр бізде. Енді заңгер маман иелері жеке кәсіпкерде жұмыс жасай алады, иә? Жеке компанияларда, банк болсын, басқасы болсын, айлығы жақсы жүрді. Кәсібін аша алады. Яғни мен сияқты заң компаниясын ашып қойса болады. Одан басқа қайерде мемлекеттік прокурор да болады, следователь да болады, ГАИ-ға да жұмысқа орналасуға болады. Мысалға, жеке кәсіп ретінде, мысалы, консалтинг ашу үшін арнайы бір сертификат керек па? Әлде өзінің сол дипломымен, ары қарай опытымен ол аша беруге бола ма? Арнайы сертификат жоқ, диплом жетеді. Егер дипломыңыз болса, мысалға дипломсыз да аша беруге болады заң компаниясы. Диплом міндетті емес. Жалпы заңгер болу үшін негізі диплом керек па? Заңгер болу үшін диплом керек, заң компаниясын ашу үшін диплом қажет жоқ. Түсінікті. Жалпы бүгінгі сұхбатыңызға үлкен рахмет. Біздің оқушыларымызға қызықты болды деген айдан, пайдалы болды деген айдан. Үлкен рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыздар. Сонымен достар, бүгінгі видеомыздың да соңына жеттік. Барынша сіздерге пайдалы ақпарат беруге тырыстық. Видео қаншалықты ұнаса, соншалықты лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Өйткені қаншалықты сіздер бөлісіп, лайк бассаңыздар, соншалықты жаңа оқушылар, жаңа біздің оқырмандарымыз көретін болады. Сол арқылы біз көптеген оқушыларға, студенттерге өзінің мамандығын таңдауға көмектесетін боламыз. Достар, келесі видеода кездескенше.